Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Жайна. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін достар, біз осындай хит болып жатырған трайфл торттын дайындайтын боламыз. Барлық құрамдары описанияда болады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Бізге ең алдымен керектілері ол қант, ұн, какао, қосқыш, жұмыртқа және де осындай таба. Менде бұл табаның диаметрі 24 сантиметр. Ең алдымен біз жұмыртқамызды ақуыз мен сарыуызына ажыратып, осылай ыдысқа бөліп аламыз. Енді осы бөлінген ақуыздарымызды жақсылап миксермен араластырып аламыз. Миксермен араластырған ақуыздың үстіне сарыуызымызды саламыз. Енді бұлардың барлығын жақсылап миксермен араластырамыз. Енді осы ыдысымызға қантымызды осылай себелеп, аз-аздан сала отырып, миксермен араластырамыз. Енді жаңағы ұн, какао қосқышымызды араластырып, осы ыдысымызға оларды да себелеп салып араластыратын боламыз. Осы массамызды араластырып болғаннан кейін біз табамыздың астына пергаментный қағазды төсеп, оның үстіне күнбағыс майымен майлап, осы біздің тестімізді саламыз. Осы тестіміздің жандарын осылайынан құйып мен түзедім, және де осындай қасықпен де түзеуге болады. Егер де сіздерде осы тестінің беті онша қатты түзу болмаса, онда осы үстелдің үстіне соққылап, видеода көрсетілгендей істесеңіздер болады. Енді осы трайфлдың бисквитін 180 градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз. Біздің бисквитіміз пісіп жатырған кезде біз осы трайфлдың кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін сливки, сахарная пудра, яғни қант ұнтағы, және де осындай весы керек болады. Ең алдымен біз ыдысымызды осы весыға қойып, одан кейін оның үстіне осы біздің сливки, яғни кремімізді құятын боламыз. Бізге шамамен осы сливкиден 200 грамм қажет болады. Одан кейін оларды барлығын жақсылап миксермен араластырып аламыз. Енді қайтадан весыйды қойып, өлшеп, оның үстіне 50 грамм қант ұнтағын салатын боламыз. Енді бұлардың барлығын жақсылап миксермен араластырамыз. Мінекей достар, бізде осындай крем пайда болды. Ол өзінің формасын жақсы ұстап тұрады. Өте керемет болып шықты. Мен осы бисквиттің піспегенін білу үшін осындай тақтайша, яғни палка деп айтады, сондай қолданатын боламын. Осылайынан қарағанда, осындай видеода көрсетілген әдіспен қарағанда, біздің тақтайшамыз тап-таза болып шығуы керек. Енді біз осы бисквитімізді формадан шығарып, толыққанды суытатын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, кубиктап, осы бисквитімізді кесіп аламыз. Мен осы бисквитімізді осындай ыдыстарға салдым. Ол ыдыстарды салу өздеріңіз қалауларыңызша, мен осындай ыдысты жөндеп шештім. Енді біз бисквитімізді осы ыдыстарға салатын боламыз. Дүзулеп, менде осындай 2 толы тақтайша шықты бисквит. Енді осылайынан беттерін реттеп шығамыз. Одан кейін біз осы бисквитіміздің үстіне кремімізді жағамыз.
Енді біз осыларды тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. Трайфлымыздың бетіндегі шоколадын істейтін боламыз. Ол үшін бізге осындай шоколад керек болады. Оны арнайы ыдысқа салып, весиға салып алыңыздар. Одан кейін оның үстіне осындай сливки крем құятын боламыз. Осы крем бізге шамамен видеоның описаниясында өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай 30-35 грамм қажет болады. Енді біз осыларды микроволновкаға, яғни ыстық толқынды пешке 1-2 минутқа салып аламыз. Мінекей менде осылай еріді. Енді біздің креміміздің үстіне осыларымызды тегістеп жағып аламыз. Осы шоколадтарымызды мен осылай жағып алдым. Енді біз осы трайфлымызды әсемдейтін боламыз. Ол үшін мен осындай кубиктап кесілген шоколадтарды пайдаландым. Сіздер де осылай істесеңіздер болады. Енді менде осындай қопсытқыштар бар. Мен осыларды әдемілік ретінде осылайынан дізіп шықтым. Бұл маңызды емес, бұл өздеріңіз қалауларыңызша. Мінекей достар, бізде осындай трайфл хит болып жатырған трайфл шықты. Егер де бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментария жазып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет.